Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнамызға қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен тіс ауруын үй жағдайында тез әрі оңай емдеу әдістерімен бөлісетін боламыз. Алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Тіс ауруы аяқ астынан басталып, әп-сәтте әбіржітіп қоятыны бар. Тіс ауырғанда жедел жәрдем шақыра алмаймыз. Жүгіріп тіс дәрігеріне де бара алмаймыз. Өйткені тәулік бойы жұмыс істейтін стоматологияның өзі саусақпен санарлықтай. Сондықтан да тіс ауырған кезде әрбіріңіздің үйіңізден табылатын мына ғажайып заттарды дәрі ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен үй жағдайында қалай емдеу керектігіне назар салыңыз. Тұз бен йод. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сумен ауыз қуысын шаясыз. 1 шайғаннан ақ тістің ауырғаны басылады. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Су мен сода. 1 стакан қайнатылған жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып, аузыңызды шайыңыз. Бұл тістің ауырғанын басады. Қызыл еттің қабынуын емдейді, әрі ауыздағы жағымсыз иістің жойылуына септігін тигізеді. Қызылша шырыны. 1 дана таза піскен қызылшаны шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынның 1 жұтымын ұрттап, аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрасыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл иек қанап жүрсе, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл иегіңізге қоясыз. Сарымсақ немесе пияз. 2 түрлі көкөністің бірін таңдап алып, жақсылап езіңіз. Дайын болған ботқаны ауырған тісіңізге қойсаңыз, 10-15 минутта басылып, жаныңыз тынышталады. Сірке суы. Жұмсақ матаны немесе мақтаны алып, сірке суына малып алып, зақымдалған тісіңізге қоясыз. Бұл да өз кезегінде ауруды басып, сізді жайсыздықтан құтқарады. Картоп. Қабығынан тазартылған картопты майда үккіштен өткізесіз. Оған тұз араластырып, ауырған тіске басасыз. Оң нәтижесін аз уақыт өтпей-ақ көретініңізге сенімді болыңыз. Тісті жұлдырғанда мына сұйықтықпен аузыңызды шаясыз. 4 грамм ас содасына 10 тамшы сутегінің асқын тотығы мен 3 тамшы лимон шырынын араластырасыз. Дайын болған қоспаны жұлынған тістің орнына қойыңыз. 2 минуттан соң аузыңызды жылы сумен шаясыз. Бұл емді 1 рет қана жасасаңыз жеткілікті болады. Ескерту. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.